Сәлем барлықтарыңызға, өте дәмді, пайдалы баялыдан, яғни баклажаннан салат дайындаймыз. Ең алдымен бізге керегі баклажан, яғни баялы, қаймақ, сарымсақ, жұмыртқа, осындай үгітілген нанның ұнтағы және де қызанақ. Алдымен біз баклажандарымызды осылай дөңгелек етіп турап шығамыз. Қатты жұқа емес және де қатты қалың болмауы да керек. Осындай видеода көрсетілгендей етіп қалыңдығы солай турап шығамыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды салып, дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырамыз. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаймыз. Ең алдымен баялыны жұмыртқаға малып аламыз. Одан соң үгітілген нанның ұнтағына малып, барлығын алдын ала осылай дайындап қоямыз. Мінеке дайындап алдық. Енді противенге пергамент қағазын төсеп, осының үстіне қойып шығамыз, барлығын бір тегіс етіп. Және де осы орайда пештеріңізді қыздырып қойыңыздар. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Мінеке біздің баялы пісіп алды. Енді ішіндегі салмасын дайындаймыз. Ең алдымен сарымсағымызды, яғни чесногымызды өте ұсақтап турап, қаймағымызға жақсылап араластырамыз. Дайын болған баялыға қаймағымызды жағып, оның үстіне қызанақтарымызды қоямыз. Қызанағымызды да осылай дөңгелек етіп турап алып дайындап қоямыз. Оның үстіне тағы да қаймақ жағып, баялымызды қойып, осылай дайындаймыз салаттарымызды. Мінеке достар, баялыдан жасалған біздің диеталық салатымыз дайын болды. Майға қуырмай, дәл осылай пешке пісіріп алсаңыздар да дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сіздерге алдағы уақытта бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Астарыңыз дәмді болсын.